Jewish life in the first century, when these stories took place, was very complex. The Romans controlled Palestine then with an iron hand and severely limited Jewish freedom and autonomy. Jesus and his disciples were, of course, Jews. So were righteous men like Rabbi Gamaliel and other community leaders at the time, who did not accept the messiahship of Jesus. As is true with every group, however, there were also leaders like Caiaphas, a Sadducee and high priest, who achieved their positions of authority through political maneuvering, and whose harsh and dishonest ways were reprehensible in the eyes of most Jews, both then and now. These Bible stories show people of different backgrounds and viewpoints interacting, at times in conflict. But the overriding message being communicated is always one of goodwill and love toward all. Juda жақсы демалдым. Гәп болуы мүмкін емес. Ажайып күн. Бүгін жасанып аламан. Каяфа, қалай сен бұндай данаға айландың? Ой, қалай бұндай дана болғанымды білмеймін. Бәлкім осылай туылған шығарман. О, Каяфа, сен жүда ақыллысың. Сенің барлығың үлкен бақыт. Каяфа, айтшы, бүткіл Израильдің үстінен қазылық ету қиын шығар, я? Онша қиын емес, мен үйреніп қалғанмын. Құрметлі Каяфа, өмірдің қызығы неде деп ойлайсыз? Бұндай ақылсыз сұрауларың менен ашуыма тиіп атырсаң. Бұл жерде не қылып атырсаң? Қожайын, адамлар жиналып болды. Олар қазыны, яғни сізді күтіп атыр. Яқшы, мен қазір түсемен. Және не гәпің бар? Сорасам мүмкін бе, қожайын? Кімменен сөйлесіп атыр едіңіз? Сөйлесіп? Ешкімменен сөйлесіп атырғаным жоқ еді. Саған солай түйілген шығар. Қартайыпсаң, кет бұл жерден. Әділ қазы. Iltimos, сахи адамлар, садақа берің. Никодим, сен не оған садақа бермекшімісің? Ол соқыр болып туылған. Оның еш нәрсесі жоқ. Бұл оның күнәлары үшін Құдайдан берілген жаза. Күнәлары үшін? Егер адам соқыр болып туылған болса, онда сене бер. Оның әкесі, ямаса анасы күнәһкар. Бұған өзіңде сенбейсің ғой. Мен сенемін. Каяфа да осы пікірде. Онда жүр, өзінен сұраймыз. Оның өзі саған айтып береді. Бұл жерде кім бар? Әке, сіз оны бұл жерге алып келдіңіз бе? Иса сізбенен бірге ме? Балам, мені кешір. Біздер оны әмме жерден ізлеп көрдік. Харон, оны таба алмадық. Анажан, сізлер оны табың, өтініп сұраймын. Ол маған жәрдем береді. Харон, әтті сен оның даусында естпедің. Оған соншелі сенесің бе?
Ол мені шипалайды, әке. Мен бұны сезіп тұрыппан. Мен білемен, оның қолынан келеді. Bizler onu әлбетте табамыз, балам. Хош, бүгін не гәплер? Ауа, әрдайымғыдай. Низам хақында сұраулар, гүнахкарларды жазаға тарту, һәм ұсыған ұқсаған гәплер. Қане басладық? Хәзірет, Никодимге базы бір адамлардың не үшін соқыр болып туылатығын түсіндіріп берсеңіз. Саған не болды, Никодим? Себебі сен ибадатхананың ағзасысың, өзіңде бұған жауап бере аласың. Себебі оның өзі, ямаса ата-анасы гүнәкар. Мен не деген едім? О, Каяфа, сен хәтті Сулайманнан да данарақсың. Білемен, кейінгісі. Бұл хаял жаңағы өз күйеуіне қиянет қылған. Саған кешірім болмайды, хей хаял. Егер римлілер инабатқа алса, сен ең соңғы жаза таспоран етіп өлтірілесің. Оны бұл жерден алып кетің. Яқ, өтініп сұрайман, ілтимас, яқ. Иса қайтып келіпті. Ол ибадатханада уаз айтып атыр. Айтуларынша ол кеше ләң адамға шипа беріпті. Демалыс күні ме? Және айтуларынша. Және не? Израилдағы ең әділ қазы сіз емес, ал ол екен. Әй, сізлер екеуіңіз, берман келің. Иса ибадатханада екен. Оны түстен кейін менің алдыма алып келің. Қараңлар, және барлығын бүлдіріп алмаң. Бүгін кеште ол өледі. Мен Исаға тез һәм үзіл кесіл үкімде екенін көрсетіп қояман. Иса қайтып келіпті. Ол ибадатханада тәлім беріп атыр. Туысқаныңды күнәлар үшін айыплауға асықпа. Өздеріміздің оннан да үлкен күнәларымызды біздер көрмейміз. Тарқалыңлар. Насыралы Исамысаң? Сен демалыс күні адамларға шипа бергенлікте айыпланасаң. Сол рас па? Әмме айтқанларың дұрыс. Ей, күнәһкар! Низам бойынша демалыс күні жұмыс істеуге болмайды. Ей, екі жүзлілер, мені демалыс күнін бұзды деп айыплап атырсыз. Өздеріңіз болса, жүрегіңіздегі ауыр күнәні сезбей атырсыз. Бұндай деуге қандай хақың бар? Және қандай күнә? Не деп тұрсаң өзі? Сізлер мені өлтіруге келдіңіз. Өлтіруге? Сенің ішіңе жауыз рух кіріп алыпты. Хүкім шығаруға асықпаң. Егер хүкім қылсаңыз да, хүкіміңіз адалатлы болсын. Иса, маған жақыласпа. Ол бұл жерде жоқ.
Уақыт болды. Айыпланушыларды алып келің. Біздер оны алып келмедік, қожайын. Не? Амос, бұл не болғаны? Каяфа, мен бірінші мәрте адамның бұндай сөйлегенін естіп тұрман. Біздердің не үшін келгенімізді ол білген. Каяфа, мен кешірім сұраймын. Бірақ сен оны елі көргеніңде жоқ. Оған тез хүкім шығаруға асықпа. Не бәле? Сен де оған шәкіртлікке жазылдың ба? Мен Израилдің бас руханиымен. Һәм қалай қалесем, солай хүкім шығараман. Бүгінге жетер. Үйлеріңізге тарқалың. Амос, Гафор, менің ізімнен жүрің. Құдай біз тәрепте. Біздер кімнен қорқып атырмыз? Жап аузыңды, ақымақ. Сен әлі қашан менің режелерімді пұшқа шығардың. Біздер оны аңсат өлтіре алмаймыз. Ондай қылса, қозғалаң басланады. Адамлар оны жанынан артық көреді. Оның адалатлы қазы екеніне сенеді. Ондай болса, оларға бұны өтірік деп сендіру керек. Каяфа, сен бүгін бір хаялды қамаққа таслаттың. Сен оны күнәсі үшін таспоран қылың деп айттың. Егерде римлілер рехім қылса, тоқта, оны Исаның өзі хүкім етсін. Қалайынша, бас рухани мен ғо. Егер ол хаялды таспоран қылып өлтіруге хүкім шығарса, римлілер оны қолға алады. Егер оны өлтіруді қадаған етсе, онда ол Мусаның низамын бұзған болады. Дұрыс айтып тұрсаң, әділ қазы Мусаның низамын бұза алмайды. Жүдә жақсы, маған ұнап атыр. Әне сол уақытта адамлар Исаның қандай қазы екенін біліп алады. Кешірерсіз, мен Исаны ізлеп жүр едім. Ондай адамды танымаймын. Ұстаз, бұл хаял күйеуіне қиянет етті. Ол бұзықшылық үстінде қолға алынды. Біздер сенің әділ қазы екеніңді білеміз. Соның үшін оны сенің алдыңа алып келдік. Мусаның низамы бойынша, ол таспоран етіп өлтірілу керек. Сен бұған не дейсің? Ұстаз, біздерді естіп тұрсам ба? Біздерге сенің мәслихатың керек, ұстаз. Хош. Араңызда кім күнәсіз болса, сол бірінші болып тас лақтырсын.
woman, Ей хаял, where are thine accusers? сені үкім қылмақшы болғанлар қане? Do none condemn you? Ешкім сені үкім қылмады. None, Lord. Ешкім, ұстаз. Neither do I. Мен де сені үкім қылмаймын. Go, Бар, sin no more. енді күнә істеме. Well, at least the people Енді адамлар оны тек қана әділ қазы деп ойламайды, ал анық біледі. leave me. Мені тыныш қойың. May I suggest Рұқсат етсеңіз, басқа жолын айтайын. Lord, Ей Құдайым, Lord, Құдайым, what have I done to мен не қылдым? show me my Бұл жаза қайсы күналарым үшін? Менің күналарымды көрсет, һәм мен тәубе етейін. I know this man. Мен оны білемен. He's been blind since Ол соқыр болып туылған. Why, master? Ұстаз, не үшін? Why does God allow Құдай неге оған бұндай сынақ жіберген? Perhaps it's Бәлкім бұл оның күналары үшін жаза шығар. Ямаса ата-анасының күнасы үшін. you have judged this man Сізлер неге адамды нахақ айыплап атырсызлар? not blind. Ол күнәкарлығы үшін соқыр емес. Once he was filled, Бір күні онда азап басланған еді. but now he shall Ал енді оның өмірінде Құдайдың ісілері көрінеді. Is it you, Бұл сен бе? Jesus? Иса, It is. ауа, бұл мен. Go. Бар, Go and wash in the pool. бар, Силохаға өзіне барып жуын. Мен оны алып бараман. I can see. Көзлерім ашылды. Мен көріп атырман. Көріп тұрман. Where is he? Қане ол? To find him. Мен оны табуым керек. a wonderful perfume? Зор тамаша болды ғой, туысқан. What are you talking about? Бұл не дегеніңіз? Мені жіберіңлер. I have to find Jesus. Мен Исаны табуым керек. Well done, my friend. Жүдә жақсы туысқан. Ажайып. I will make this boy. Бірінші мен ол жігітті мойнына алуына мәжбүр қыламан. Сондан кейін мен Насралы Исадан өшімді аламан. Answer me quickly and honestly. Маған расын айт. How much did Сен өзіңді өтіріктен соқыр қылып көрсетуің үшін Иса саған қанша төледі?
He paid me. Ол маған еш нәрсе төлеген жоқ. Oh, Онда сен ешейін өтірік сөйлегенсің. No. Яқ, мен... Тоқтат, ақыр біздер сенің ешқашан соқыр болмағаныңды білеміз ғо. Бірақ мен соқыр болып туылғанмын. then how were you? Онда қалайынша көзің ашылды? Jesus put clay on my. Иса менің көздеріме лай сүртті, һәм жуынуымды бұйырды. Каяфа, біздер бұл жігіттің ата-анасын таптық. Is this your Бұл сіздердің балаңыз ба? Mother? Анажан, Father? әкежан. Болуы мүмкін емес. I can't believe it. Сенбей жатырмын. I can actually see your. Мен сіздердің жүзіңізді көріп тұрмын. Бұл карамат, It's a miracle. карамат. Stop it! Stop it! Жетер, тоқтатың енді. Расында да бұл сіздердің соқыр болып туылған балаңыз ба? Yes. Ауа, Is our son. бұл біздің ұлымыз. And yes. Ол хақиқаттан да соқыр болып туылды. Ал енді көріп тұрыпты. For lying. Жалған гуалықтың жазасы өлім. Біздерді өлтірсеңіз де, өз ұлымыздан бас кешпейміз. Себебі, біз оны жүда жақсы көреміз. All right. Яқшы мейлі. Оның көзлері ашылыпты. Бірақ сіздер Құдайды алғыслаң. Ана бір күнәһкар Исаны емес. Бірақ мені осы Иса шпалады. And how can a sin? Қандай қылып күнәһкар адам карамат көрсете алады? I would think. Мен сені бұндай апуайы мәселені шеше алады деп ойлап едім. How dare you Менің қабілетіме гүманлануға қандай хақың бар? throw him out? Оны бұл жерден жоқ қылың. I have to find him. Мен оны табуым керек. I have to find. Мен Исаны әлбетте табуым керек. Әлбетте, балам, әлбетте. I need rest. Мен демалуым керек. Rest. I need rest. Мен демалуым керек. Иса, мен сені көргенімде, алдыңда тіс шөгемен, һәм маған қылған барлық жақсылықтарың үшін міннеттаршылық білдіремен. Сен себеплі менің өміріме нұр һәм үміт кіріп келді. Иса, мен сені көргенімде, сенің шпа һәм сүйіспеншілік таратушы қолларыңды көремен. Иса, сені ұшыратқанымда, қандай қылып сені Құдайдың ұлы екеніңді білемен. Сен маған ұқсайсың. Сенде Құдайдың рухы бар. Сенің көзлерің һәм қолларың тап менікіндей. Һәм осы халатта және де иләһи. Раббім, сені табуыма жәрдем бер. And yet, oh Lord, you're more, you're so much more. Help me find you, Lord. Естуім бойынша сені қуып жіберіпті. Do you believe? Сен Құдайдың ұлына сенесің бе? I do. Мен оған сенуім үшін, ол қане? You know? Оны көрмедің бе? Ол сенің алдыңда тұрыпты, һәм сенің менен сөйлесіп атыр. Jesus. Иса, I am he. бұл мен. Oh, thank you, Jesus. Миннатдармын, Иса. Thank you. Рахмет саған. Иса, сені қандай танып білемен? Сені табуыма жәрдем бер.